Сәлем достар, сіздермен болған Бикош Тока арнасы. Достар, бұл бізде новый серия емес, бұл бізде Биші қыздардың екінші бөлімі. Яғни достар, бұл сериал сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, менің емлемді бағып, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз, кеттік. Біз сіздің қызыңызды полный тексеріп шықтық. Және де оған мен қазір бір маз беремін. Соны бір апта жағып көріңіз, сосын маған әкеліңіз қызыңызды. Негізі бұл менің қызым емес. Мен биден беретін апа едім. Сосын билеп жүріп аяғына ауыртып алды. Сол үшін лезде алып келгенмін ғой осы жаққа. Жақсы, онда мен қазір бір маз беремін. Соны бір апта жағыңыздар. Сосын қызды маған алып келіңіз. Результатының қандай болатынын көрейік. Жақсы. Бір аптадан кейінгі жарысқа қатыса алмайсың, ау шамасы. Бұл концертке қатысу менің арманым еді. Бір аптадан кейін болатын болса қатыса алады. Бір аптадан кейін аяғы жазылып кетеді. Не? Бұл шын ба? Әрине. Алақай, енді мен жарысқа қатыса алатын болдым. Бір апта өткен соң жігіттер, біз жеңуіміз керек. Себебі біз қыздармен шығайын деп жатырмыз. Қыздардан жеңілсек позор уже. Әрине. Ал барша жиналған халық. Мен бүгінгі жарысыңызды ашық деп жариялаймын. Бүгін қай топ жеңеді екен? Fury Idol тобы ма, немесе Балдәурен тобы ма? Сіздер қазір өздеріңіздің бағаларыңызды беретін боласыздар. Ал ендеше сайысымызды бастаймыз. Ал біз бүгінгі жарысымызды ашық деп жариялаймыз. Бірінші Fury Idol тобы шықсын. Қошеметпен қарсы алайық. Бізде ұлдар өз өнерлерін көрсетті. Енді бізде Балдәурен тобын қошеметпен ортаға шақырайық. Мен биді ұмытып қалдым, қалай беретін еді? Сен енді алдыға шығасың, алдыға қарай. Рахмет. Ал екі топта өз өнерлерін көрсеткен болатын. Енді ол топтарды бағалау үшін екі топты да ортаға шақырайық. Біз екі топты да ортаға шақырып алған болатынбыз. Енді менің өзімнің ойымша Fury Idol тобы өте керемет биледі, және де бірінші орын солардікі деп ойладым. Өкінішке орай бізде бірақ бірінші орын Балдәурен тобында болды. Құттықтаймын Балдәурен тобы. Және де сендер өте керемет биледіңдер. Маған билерің қатты ұнады. Білесің бе, кеше біз деген концертке барып едік қой. Сол кезде биді ұмытып қалдым. Бірақ қалай билеп тұрдың? Сол кезде маған Жансая айтты. Сонда ол жақсы қыз деген сөз бе? Әрине.